Assalamu alaikum dostlar, sizlerмен бірге мен Бойсмити. Бүгін мен сіздерге топ 5 Minecraft creepypastаларын айтатын боламын. Ал сіздер болса видео бастамастан бұрын арнаға жазылып лайк басып кетіңіздер. Анша мен бастаймын. Херабрин бұл Майнкрафтта 2010 жылы пайда болған аңыз кейіпкер деп айтсам болады. Бұл 2010 жылы алғаш пайда болған, және де ол белгісіз сайтта бір белгісіз адам алғашқы фотоны салады. Міне ол фото. Бұл Херабрин жайлы алғашқы болып түсірілген фото. Өздеріңіз көріп тұрғандай, Херабрин тұманның ішінен ойыншыға қарап тұрады. Ойыншының айтуынша ол мүлдем қозғалмайды. Ол әшейін құрс етіп қатып тұрады. Және де 1 минуттан кейін жоқ болып кетті дейді. Және де бұның қазіргі заманда өтірік немесе шын екенін ешкім де білмейді. Және Херабрин жайлы көптеген фотолар мен видеолардың көбісі фейк болып келеді. Нул бұл алғаш рет 2015 жылы пайда болған аңыз персонаж. Бұның әзірге шын өтірік екенін ешкім де білмейді. Ол ең алғаш рет 2015 жылы бір белгісіз Майнкрафт стримердің стримінде байқалған. Ол ештеңке ойламай жай ғана Майнкрафтқа көңіл бөліп беймәлім Майнкрафт ойнап жүреді. Алайда ол сол стримде оны байқамайды да. Олды мүлдем байқамаған да. Ал Нул болса алыс орман жақта оған қарап тұрады. Оған подписчиктері ана жерде біреу тұрды деп жазған соң стримді аяқтаған соң барып қайта қараған кезде сосын барып оны байқаған. Адамдар қазіргі таңда көптеген оқиғалар, Нулға байланысты көптеген оқиғалар құрап, өздерінің ойларынан теориялар да жасайды. Қазіргі таңда көбінесе Нулды құпиялық код, яғни кодтың ақау деп бүкіл айтады. Кодтың кесірінен пайда болған баг деп айтады. Гигантская Алекс бұл 2020 жылы карантин уақытында пайда болған аңыз миф. Бұның ең алғашқы фотосы осы. Ол ең алғаш 2020 жылы байқалған, және де бір белгісіз ойыншы оны бір белгісіз сайтқа осы фотоны жүктейді. Адамдар бұл фотоға таң қалып қарайды. Бұл шынымен бе әлде өтірік пе деп. Бұны қазіргі таңда адамдар шын өтірік екенін ешкім де білмейді. Мен бұл жайлы көптеген ақпараттарды таба алмадым. Және де ол жүрген сайын арқасынан осындай іздерді тастап кетеді. Длинноногий Стив бұл 2020 жылы пайда болған миф. Бұл өте қорқынышты мифтердің бірі. Ол тұмандардың арасынан Херабрин сияқты байқалған, және де оның бойы 10 блоктандай тұрады, және де оның сиді бар. Мен ситті өзім осы мифті тексеріп видео түсірген болатым. Сол видеодан ситті көре аласыздар. Каналға кіріп осы мифке қатысты видеоны көріп кетіңіздер. Бұл миф сіздің әлеміңізде бар екеніне белгілер мынандай: малдардың азаюы, ағаштардың жарты жапырағы жоқ болуы. Бұның бәрі осы мифтің белгілері. Осындай белгілер бар болса, сіздің әлеміңізде значит длинноногий Стив бар. Лукас бұл да 2020 жылы шыққан аңыз. Бұның пайда болу себебі теорияға сәйкес бір күні бір Майнкрафтты қатты жақсы көретін баланың үйі өртенеді, және сол кезде Лукас та өртеніп кетеді. Және содан бастап Лукас деген персонаж Майнкрафттың ішінде бар деген көптеген теориялар бар. Бірақ бұл теория шындыққа жанаспайтын сияқты. Және де оны өз әлеміңізде шақыра аласыз. Ол үшін сізге тура осындай Лукастың бетіне ұқсайтын бір фигура жасап, және соның жарты жерін отпен істеп, алдына табличка бір сұрақ қойсаңыз, сол егер де үстінен найзағай түссе, онда значит сіздің әлеміңізде Лукас та түсті деген сөз. Ол бірден көрінбейді. Ол көптеген уақыттардан кейін бірақ көрінеді. Және де табличкаға сұрақ жазсаңыз, соның артында бір сөз пайда болады. Яғни сіздің сұрағыңызға жауап береді деген теориялар өте көп. Бірақ бұл шын ба өтірік пе, әзірге оны ешкім де білмейді. Достар, мен осы топ 5 мифтің қайсысын келесі видеода зерттейін.
егер де қайсысын зерттеген қаласаңыздар, сол мифтің атын комментарийға жазып кетіңіздер. Қайсысынан комментарий көп болады, сол мифті келесі видеода зерттейтін боламын. Ал ендеше достар, егер сіздерге видео ұнаса, арнаға жазылып лайктарыңызды обязательно басып жіберіңіздер. Ал ендеше келесі видеода кездесеміз. Сіздермен болған мен Бой Смити. Аман, сау болыңыздар. Давайте.